Достар, бүгін сіздермен осындай үй жағдайында осындай жұмсақ болып шығатын қарапайым ингредиенттермен жасалатын осындай рулетінің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, сіздерге рецепті керек болатын болса және де қалай дайындағаным істегенім керек болатын болса, менің видеомды соңына дейін көріп қолдап отырыңыздар. Достар, менің арнама подписация жасап және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды көріп отыру үшін. Достар, осындай жұмсақ болып шығатын рулетінің рецептісін сіздерге таныстырайын. Алдымен керекті ингредиенттеріміз ұн, сүт, растение масло, разрыхитель, шекер, 4 жұмыртқа керек болады. Және начинкасына осындай сгущенный молокомыз бен какаомыз керек болады. Алдымен осындай құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, ақуызы мен сарыуызын бөлек етіп алып, осылай шекеріміздің жартысын ақуызымызға, жартысын сарыуызымызға салып, алдымен ақуызымыз бен шекерімізді жақсылап көпіргенше миксерлеп алатын боламыз. Достар, осындай қылып жақсылап бір кекке етіп, шекерімізді жақсылап ерітіп, осылай көбік қылып, әдемі крем сияқты қылып шығатындай етіп, жақсылап миксерлеп дайындап алатын боламыз. Достар, өте күшті болып шығады. Осы уақытта бізде реакция болып, біздің осы ақуызымыз бен шекеріміз бір келкі болып көтерілетін болады. Достар, мен инста парақшама да тіркеле қойыңыздар. Видеом төменгі бөліміне жазып қойғанмын. Менің істеген заттарым ұнап жатса. Достар, енді сарыуызымыз бен шекерімізді миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап миксерлеп, және енді сұйық массаларымызды қосатын боламыз. Алдымен майымызды, сосын сүтімізді қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің істеген заттарым ұнап жатса, осы істеген рулетім ұнап, рецептісі керек болатын болса, менің осы видеомның төменгі жағында описание дейтін бөлім бар. Сол бөлімге кіріп, толық рецептіні ала аласыздар. Толық рецептіні сол жерге жазып қалдыратын боламын, достар. Енді жақсылап осылай миксерлеп алып, енді құрғақ ингредиенттеріміз, яғни ұнымыз бен разрыхителімізді араластырып, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, не болмаса бірден салып араластырсаңыздар болады. Мен бірден салып, миксерімнің көмегімен осындай масса дайындап алдым сарыуызынан. Және осы дайындаған массамызды қасығымыздың көмегімен дайындаған ақуызымызды салып, қасығымыздың көмегімен төменгі жағынан жоғары қарап араластыратын боламыз. Достар, осындай бір келкі етіп араластыру керек. Қатты басып жібермейміз. Мен жазған рецептінің ішінде ұнның граммы бойынша саласыздар. Он артық керек емес, сұйық болып қалды демейсіздер. Дәл рецептімен жасасаңыздар, дәл осындай болып шығады. Енді осындай дайындаған массамызды дайындап қойған пергамент қағазымызға 4 бұрышты листке салып, әсел пешімізде 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Енді начинкасына, достар, осындай сгущенный молокомыз бен какаомызды салып, және оған мынандай жаңғақ мейізімізді салсаңыздар да болады. Осылай салып, қасығымыздың көмегімен қоңыр етіп масса дайындайтын боламыз, начинка дайындайтын боламыз. Осылай әдемі болып шығады. Достар, бұның орнына варенка, варенье және әртүрлі жем, әртүрлі заттар қолдансаңыздар болады. Міне менің начинкам дайын. Енді міне дайындаған тестамыз, яғни коржымыз, рулетіміздің коржы дайын болды, достар. Дәл осындай болып жұмсақ болып піседі. Осылай пергамент қағазымызды астына төсеп, осылай рулетімізді піскен жағымен қойып, сыртын алып, осындай пергамент қағазымызбен орап 20 минутқа қалдыратын боламыз. Нығыздап ораймыз, достар. Себебі су керек. Мен 20 минуттан кейін ашып отырмын. Суиды, ешқандай да сынбайды, достар. Дәл осы рецептімен жазған грамдармен салсаңыздар, ешқандай сынбайды.
сол начинка, енді дайындаған начинкамыз ішіне салып, жақсылап қолыммен нығыздап орап, осындай рулет салатын ыдысыма рулетімді 2 бөлікке бөліп салып қойдым. Бұны холодильникте сақтасаңыздар болады, достар. Үйге қонақ келгенде кесіп қойсаңыздар өте тамаша болып шығады. Достар, міне осындай арасы осылай болып шығады, жұмсақ болып шығады. Достар, менің істеген заттарым сіздерге ұнап жатса, менің арнама подписацияны жасап, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте керек. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Алмагүл.